Ассалаумағалейкум қазақтар, сәлем TikTok әлемі. Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы Алматы қаласында 1992 жылы 27 қыркүйек пен 4 қазан аралығында дүниежүзі қазақтарының өкілдерімен қатысуымен өткен құрылтай өтті. Құрылтай қарсаңында қазақ ұлтының саны 10.537.000-ға жеткен дүниежүзі қазақтарының құрылтайында ТМД елдерінен 350 адам және көптеген шет елдерден делегаттар қатысты. Құрылтайға қатысушылар Түркістан, Жезқазған, Ұлытау сияқты еліміздің ежелгі саяси мәдени орталықтарында болып, ата жұртымен қауышты. Құрылтай жұмысын 200-ден астам журналистер, 50-ден аса телерадио компаниялар насихаттауға барынша атсалысты. Құрылтай күндері қазақтар кеше, бүгін және ертең деген тақырыпта ғылыми конференция болып өтті. Конференцияда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құшағымыз бауырларға айқара ашық деген тақырыпта баяндама жасады. Қазақ халқының тағдыры, ата-баба мұрасы, тілі бүкіл дүние жүзіндегі қазақтарды бір тұтас ұлттық мемлекетіне біріктірудің құқықтық негіздері тағы басқа мәселелер жөнінде баяндамалар тыңдалды. Конференцияда дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы құрылып, оның төрағасы болып елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Бұл орталыққа ұлт өмірін жан-жақты зерттеп, қазақтардың әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани тыныс тіршілігіндегі мәселелерді шешу міндеттері жүктелді. Құрылтай таңбасының авторы суретші Бейсен Серікбай мырза. Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы екінші рет 2002 жылдың күзінде Түркістан қаласында өткен құрылтайда тарихи отанына оралуды аңсап жүрген қандастарымыздың қатарының толығу жайында сөз болды. Түркістан көптеген тарихи кезеңдерді басынан өткерген қала болғаннан кейін әдейі таңдалса керек. Оның алдында Түркістан қаласының 1500 жылдығы аталған. Құрылтайға алыс және жақын 32 шет мемлекеттерден 400-ден астам өкіл қатысты. Бұл құрылтайда қандастарымыздың елге оралу мәселесі қаралып, көші-қон квотасының мөлшерін ұлғайту жоспары қарастырылды. 2003 жылы 5000-нан отбасы, 2004 жылы 10.000 отбасы, 2005 жылы 15.000 отбасы елге көшіп келді. Жылына 4.000, 50.000, 60.000 оралман, яғни қандастарымыз оралып отырды. 2005 жылы 27 және 28 қыркүйекте қазақтардың 3-ші дүниежүзілік құрылтайы Нұр-Сұлтан қаласында өткізілді. Құрылтайға алыс және жақын 32 шет мемлекеттерден, соның ішінде Ресейден, Қытайдан, Австрия, Чехия, Норвегия, Италия, Сингапур, Мысырдан 300-ден аса өкіл, сондай-ақ Қазақстанның барлық облыстары мен Алматы және Астана қалаларынан 200-ден астам өкіл қатысты. Құрылтайда шетелде тұратын қазақ шет жұрты өкілдерін Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында оқыту үшін жағдай жасау, сондай-ақ тарихи отанына инвестициялар орналастыру мүмкіндіктері секілді мәселелер талқыланып отырды. 2011 жылы мамырдың 25 мен 27 аралығында дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы болып өтті. Шет мемлекеттерден келген қазақтар мұң-мұқтаждарын биік мінберден айта алады. Елбасы қатысқан жиында жарыс сөзге шыққан делегаттар өз елдеріндегі қазақтардың проблемаларын сөз етті. Нұр-Сұлтан қаласындағы дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайында елбасы құзырлы органдарға 4 міндет жүктеді. Соның ең басылардың бірі қазір парламент мәжілісінде қаралып жатқан халықтың көші-қоны туралы заң. Тәуелсіз елдің жаһандық жұмыстары туралы біліп жүріңіздер. Махаббатпен тиктокер тарихшы. Бізге плюс қойыңыздар, комментарий жазыңыздар.